Наигрались в безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать. Бұл Тигран Кисаян. Ресейге алғыс айтыңдар дейді. Украинаны қайталаймыз дейді. Хитрожопы. Дейді. Қазақстан туралы айтып жатыр. 9 мамыр елімізде әскери парад болмайды деген шешім шықты. Әлем мемлекеттері қайғы жұтып жатқанда отшашу жандырып мерекелік шараны ұйымдастыруды қажет емес деп тапты. Ресейлік журналист осы қылыққа көңілі толмай сес көрсеткені. Жалпы Симоньянның күйеуінің сөзіне әркім әрқалай жауап берді. Бірі ит өре берсін дейді, бірі мұның артында кеңес одағын қайта құру идеясы бар дейді. Енді еліміздің сыртқы істер министрлігі осыған ресми жауап берді. Тигран Кисаян Қазақстанға кіре алмайтындардың қатарына кіруі мүмкін. Әзірге тек мүмкін. Бастысы дәйексіз айтылған